Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, зерімірге азамат. Және бүгін біз өткен апта болған барлық басты ақпараттар жайында сөз қозғайтын боламыз. Кеше ғана өткен UFC 297 турнирі, Арман Оспановтың ММА-ға қайта оралуы, Азат Мақсумның UFC-дегі екінші жекпе-жегі, Бағдос Олжабайдың ACL лигасына көшуі, Шавкаттың маусым айында Сауд Арабиясындағы жекпе-жегі. Осы және тағы да басқа қызыққа толы ақпараттар жайында осы видеомызда сөз қозғайтын боламыз. Ал бастамас бұрын міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Және де UFC-ді тегін тікелей эфирде қарау үшін біздің Азамат ММА телеграм арнамызға қосылыңыздар. Тек сол жерде сіз әлемдік және жергілікті ММА мен бокс туралы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздерді сонда күтетін боламыз. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен Азат Мақсум UFC-дегі екінші жекпе-жегіне ақшқа аттанды. 4 ақпан күні Лас-Вегас қаласындағы UFC Fight Night турнирінде американдық Чарльз Джонсонмен жекпе-жек өткізеді. Шайқас 57 келі салмақта, яғни аса жеңіл салмақ дәрежесінде өтеді. Азат жекпе-жекке дайындықты Алматыда Дәнеш Ағайдың қоластында өткізді. Дәнеш Ағайда ММА жауынгері болған. Посткеңестік елдерде ММА ережесіз жекпе-жек деп аталған кезде өнер көрсетіп, бейресми 82-де 0 рекордына ие. Айтпақшы, Азат Мақсумның жекпе-жегіне талдау жасап, өзіміздің прогнозымызды жасаған болатынбыз. Төмендегі сілтемемен өтіп қарасаңыздар болады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Осы жекпе-жекте Азат Мақсум жеңіске жете ала ма? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Шавкат Рахмоновтың менеджері Саят Абдрахманов сұхбатында батырымыздың жекпе-жекке қашан қайта оралатыны жайлы айтып кеткен. Дәл қазір Шавкат өзіне қайта оралып емделіп жатыр. Дәрігерлер оған 6-8 аптаға жуық демалыс жазып берген. Сондықтан Шавкат сәуір айындағы UFC 300 турнирінде жекпе-жек өткізе алмайды. Оның өзі жазда қайта оралғысы келеді. Егер де Леон Эдвардс Билал Мұхаммед жекпе-жегі сәуірде өтсе, Шавкат осы жұптың жеңімпазымен жазда жекпе-жек өткізуге дайын. Егер де тағы да бір жекпе-жек өткізу керек болса, аты шулы жауынгер керек. Сол кезде Шавкат маусымда өтетін Сауд Арабия жеріндегі UFC турнирін басқара алады деген болатын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Шавкат Рахмонов тағы да бір жекпе-жек өткізу керек пе? Әлде бірден чемпионмен кездесуге лайық па? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Ал енді кеше ғана Канада елінде өткен UFC 297 турнирі жайлы сөз қозғайық. Кіл канадалық пен орта сапалы жауынгерлерден құралған гардта қандай да бір қызық болған жоқ. Ингуш жауынгері қазақ халқын туған ұлтым деп жүрген Мовсар Евлоев басты гардты ашып Арнольд Алленге қарсы шыққан болатын. Жартылай жеңіл салмақтың ең үздік жауынгерлері чемпиондыққа келесі үміткер кім болатынын өзара жекпе-жекте шешкен болатын. Алғашқы раундта Аллен өзін жақсы көрсеткенімен, Мовсар күресіп раунд соңын өзіне қосқан еді. Келесі раундта Мовсар дәл соққымен Алленді флэш-нокдаунға түсірді. Үшінші раундта Аллен өзін жақсы көрсетіп қоржынын алған болатын. Дегенмен төрешілердің шешімімен Мовсар Евлоев жеңіске жетіп, UFC-дегі жеңіс сериясын 8-0-ге жеткізген болатын. Кезінде Шавкат Рахмоновтан таяқ жеп қылғынып қалған Нил Магни өзінің келесі жекпе-жегін өткізді. Оған қарсы Канада елінің ең үздік жауынгерлерінің бірі 3-0 рекордына ие Мэллот шықты. Бүкіл жекпе-жек бойы Мэллот күресіп көрпе тәрізді жатқан еді. Алайда жекпе-жектің соңына таман Нил Магни өзі тейкдаун жасап, 15 секунд қалғанда қарсыласын техникалық нокаутпен жеңіп кетті. Дәл осылай Нил Магни өзінің топ жауынгер екенін көрсетті. Ал Шавкат Рахмоновтың бұндай жауынгерді қылғындырып отыруы оны одан да жоғары қылып отыр. Кештің басты жекпе-жегі. UFC-дің орта салмақтағы чемпионы Шон Стрикленд өзінің чемпиондық белбеуін алғаш рет қорғап жатыр. Оған қарсы рейтингте екінші орында тұрған Дрикус Дю Плесси шықты. Бүкіл жекпе-жек өте жақын болды. Кімнің қалай және ненің арқасында жеңгені туралы түсініксіз. Дегенмен алғашқы раундты Шон Стрикленд алды. Ары қарай Дрикус қатарынан 3 раундта өзін жақсы көрсетіп, әрдайым шабуылдап қысым жасап жүрді. Алайда 5-ші раундта Шон толығымен қосылып, нағыз рубка басталды. Сөйтіп төрешілердің шешімімен Дрикус Дю Плесси су жаңа UFC чемпион атанды. Бұл жекпе-жек жайлы не ойлайсыздар? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Қазақстанның ең үздік және де қызыққа толы жекпе-жектер өткізген Арман Оспанов мансабын қайта жандыруы мүмкін. Бұл жайлы ресейлік MC Fight Night промоушнының президенті Камил Гаджиев сөз қозғаған еді. Қазақстандағы турнир үшін Арман Оспановты октагонға қайтаруды жөн көрді. Келесі сөздер жүріп жатыр. Менің ойымша Қазақстандағы қазақ жанкүйерлері үшін Арман Оспановтың оралуы өте қызық болатын сияқты. Қарсыласы кім болады? Бұл туралы толығырақ келесіде айтармын. Қазақстандағы турнир өз күшінде, біз оған дайындалып жатырмыз деген болатын. Айтып кететін жайт, Камил Гаджиев мамыр айында Астана немесе Алматы қаласының турнир өткізуді көздеп отыр. Бұл кеште Қазақстанның ең үздік жауынгерлері жиналуы мүмкін. Сондықтан сөзсіз бұл турнир біраз шулайын деп тұр. Арман Оспанов соңғы жекпе-жегін 2022 жылдың басында Майамиде Eagle FC 44 турнирінде өткізген болатын. Арманның қайта оралуын күтесіз бе?
Жартылай жеңіл салмақта Алаш Прайд Гран-приінің чемпионы Бағдат Солжабай ресейлік атақты ACA лигасымен келісімшартқа отырды. Бағдат Солжабайдың Алаш Прайд лигасында рекорды 8 жекпе-жек 8 жеңіс, оның 6-ы мерзімінен бұрын. ACA лигасының жартылай жеңіл салмағында Алихан Сүлейменов, Ислам Омаров, Биберт Түменов, Алексей Полбутников сынды мықты жауынгерлер өнер көрсетеді. Сондықтан батырымызға сәттілік тілейміз. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып пардаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпта видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Және де біздің телеграм арнамызға қосылыңыздар. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.